Мен 7 айлық жүкті едім. Үйде тек үшеуміз болатынбыз. Мен, күйеуім Арман. Және оның анасы. Сол күні таңертең бәрі әдеттегідей басталған. Мен таңғы ас дайындап жүргенмін. Ас үйде жүріп кенет енемнің даусын естідім. Ол қонақ бөлмеден айқайлады. Маған келші. Мен баяу барып отырдым. Ол маған ұзақ қарап тұрды. Сосын күтпеген сөз айтты. Бұл үйден кет. Мен алғашында дұрыс естімедім. Не дедіңіз? Ол суық дауыспен. Сен ешқашан біздің отбасымыздың бір бөлігі болған жоқсың. Мен күйеуіме қарадым. Арман үндемеді. Ол көзін төмен түсіріп отырды. Арман. Ол ештеңе айтпады. Менің көзіме жас келді. Мен сенің әйеліңмін. Енем орнынан тұрды. Мен сені алғашқы күннен қабылдаған жоқпын. 7 жыл. 7 жыл бірге тұрғаннан кейін. 2 баладан кейін. 3-ші баламды көтеріп жүрген кезде. Ол маған кетуімді айтты. Ал ең ауыры күйеуімнің үнсіздігі болды. Мен бөлмеге кіріп есікті жаптым. Қолым дірілдеп тұрды. Балалар бөлмеде ойнап отырған. Олар ештеңе білмейтін. Ал менің өмірім сол күні өзгере бастады. Бірақ мен әлі де енемнің мені неге сонша жек көретінін білмейтінмін. Және көп ұзамай мен оның 30 жыл бойы сақтап келген құпиясын білемін деп ойламаған едім. Сол күні кешке мен енемнің телефон арқылы біреуге. Ол ешқашан шындықты білмеу керек дегенін естідім. Мен сол күні бөлмеде ұзақ отырдым. Көз жасымды тоқтата алмадым. Сыртта балалар күліп ойнап жүрді. Ал мен 7 айлық жүкті күйімде қайда баратынымды білмедім. Арман кешке бөлмеге кірді. Ол есікті ақырын жапты. Біраз уақыт үндемей тұрды. Сосын, анам қартайды. Кейде ашуланып кетеді деді. Мен оған қарап, ол мені үйден кет деді. Ол басын төмен түсірді. Біраз уақытқа ғана шығар. Ал сен не ойлайсың? Ол жауап бермеді. Сол үнсіздік маған бәрінен ауыр тиді. Өйткені бұл бірінші рет емес еді. Арман әрқашан анасының жағында болатын. Мен оны алғаш рет университетте көргенмін. Мен 22 жаста едім. Ол менен 2 жас үлкен болатын. Мейірімді. Сабырлы. Көп сөйлемейтін. Біз 1 жыл кездесіп жүрдік. Ол мені ата-анасымен таныстырғысы келген күні қатты қобалжыдым. Сол күні мен алғаш рет оның анасын көрдім. Ол маған ұзақ қарап отырды. Бірде-бір рет күлімсіреген жоқ. Шай үстінде тек бір сұрақ қойды. Сенің әке-шешең қайда тұрады? Мен жауап бердім. Сосын, қанша бауырың бар? Жауап бердім. Ол тағы үнсіз қалды. Үйден шыққаннан кейін Арман. Анам сәл қаталдау деді. Мен мән бермедім. Бірақ бірнеше күннен кейін бәрі басталды. Ол Арманға, бұл қыз саған сәйкес емес депті. Арман маған айтқысы келмеген. Бірақ кейін мойындады. Мен, неге деп сұрадым. Ол, білмеймін деді. Бірақ бұл тек бастамасы екен. Үйлену тойына дайындық кезінде енем әр нәрсеге араласты. Көйлек ұнамады. Мейрамхана ұнамады. Той қонақтары ұнамады. Тіпті менің анама да ренжіді. Бір күні ол маған, біздің отбасының дәстүрлері басқа деді. Мен сол кезде бәрі уақыт өте өзгереді деп ойладым. Мен қателестім. Үйленгеннен кейін біз біраз уақыт бөлек тұрдық. Сол кездері бәрі жақсы болатын. Бірақ Арманның әкесі қайтыс болғаннан кейін бәрі өзгерді. Енем жалғыз қалды. Арман, анамды жалғыз қалдыра алмаймын деді. Сөйтіп біз оның үйіне көштік. Мен алғашында қарсы болған жоқпын. Өйткені оны түсіндім. Бірақ сол күннен бастап мен өз үйімде қонақ сияқты өмір сүре бастадым. Ас үйде қалай тамақ жасау керектігін ол айтатын. Балаларды қалай тәрбиелеу керектігін де. Тіпті қандай киім киюім керегенін де. Егер мен басқаша жасасам, ол ренжитін. Егер үндемесем, ол ашуланатын. Бір күні ол маған, келін деген үндемей жүру керек деді. Мен тағы да үндемедім.
Өйткені отбасымды сақтағым келді. Арманға бірнеше рет айттым. Ол әрқашан бір жауап беретін. Анамды түсінші. Ал мені түсінетін ешкім болған жоқ. Бірінші балам дүниеге келгенде жағдай сәл жақсарғандай болды. Енем немересін жақсы көрді. Бірақ мен емес. Ол балаларды құшақтайтын. Арманмен сөйлесетін. Ал маған тек ескерту жасайтын. Бір күні көрші әйел маған: "Енең сені бұрыннан қаламаған" деді. Мен таңғалдым. Неге? Ол иығын көтерді. Білмеймін, бірақ ол сен келген күні ақ ренжіген. Мен көп ойландым. Мен не істедім? Мен оны немен ренжіттім? Жауап таба алмадым. Ал сол түні күтпеген жағдай болды. Мен су ішу үшін ас үйге шықтым. Енем телефонмен сөйлесіп отыр екен. Ол мені байқамады. Мен тек бір сөйлем естідім. Егер ол шындықты білсе, бәрі өзгереді. Мен тоқтап қалдым. Шындық. Қандай шындық? Сол кезде мен алғаш рет енемнің менен жасырып жүрген бір нәрсесі бар екенін сездім. Ал бұл құпия менің бүкіл өмірімді өзгертетінін әлі білмедім. Келесі күні мен енемнің ескі суреттер салынған қорабын тауып алдым. Бірақ бір суретте мен күтпеген адамды көрдім. Сол түні мен ұзақ ұйықтай алмадым. Енемнің сөзі ойымнан кетпеді. Егер ол шындықты білсе, бәрі өзгереді. Қандай шындық? Неге ол сонша жыл бойы мені жек көрді? Ал ең бастысы, неге бұл туралы Арман ешқашан айтпады? Келесі күні енем көрші ауылдағы туыстарына кетті. Арман жұмыста болды. Балалар мектеппен балабақшаға кеткен. Үйде жалғыз қалдым. Үй жинап жүріп қойманың есігін аштым. Ескі қораптар тұр екен. Суреттер, құжаттар, альбомдар. Мен ешқашан олардың заттарына тиіспейтінмін. Бірақ сол күні ішімдегі бір дауыс мені тоқтатпады. Мен ескі фотоальбомды аштым. Арманның бала кезі. Мектеп суреттері. Әскердегі кезі. Одан кейін бір суретке көзім түсті. Жас Арман. Шамамен 20 жаста. Жанында әдемі қыз тұр. Екеуі өте бақытты көрінеді. Арман қыздың иығынан құшақтап алған. Мен суретті бірнеше секунд қарап тұрдым. Бұл қызды ешқашан көрмегенмін. Артқы жағында қолмен жазылған сөздер болды. Мәңгі бірге боламыз. Және күн көрсетілген. Бұл біздің танысқанымыздан 1 жыл бұрын түсірілген екен. Мен таң қалдым. Арман бұрын ешқашан ешқандай қыз туралы айтпаған. Суретті орнына қойдым. Бірақ көңілім тынышталмады. Кешке Арман үйге келгенде: "Сенің бұрын сүйген қызың болған ба?" деп сұрадым. Ол маған бірден қарады. "Неге сұрап тұрсың?" "Жай ғана." Ол біраз үнсіз қалды. "Болған?" "Неге ажырастыңдар?" "Ол қысқа ғана. Болмай қалды" деді. Мен одан артық сұрамадым. Бірақ оның дауысы өзгеріп кеткен еді. Сол түні мен тағы да көрші апаймен сөйлестім. Ол бізбен ұзақ жыл көрші тұрады. Мен суреттегі қызды сипаттадым. Ол бірден таныды. Ол Дина ғой. Мен таң қалдым. Кім? Арманның бұрынғы сүйген қызы. Мен үндемей қалдым. Көрші әйел терең күрсінді. Енең сол қызды келін еткісі келген. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Не дейсіз? Иә, олар үйленеді деп бәрі ойлаған. Мен бірнеше секунд сөйлей алмадым. Сосын не болды? Бір күні олар айырылысып кетті. Неге? Көрші иығын көтерді. Оны ешкім білмейді. Үйге қайтып келе жатып басымда жүздеген сұрақ болды. Енем мені сол қыздың орнына келген адам ретінде көрді ме? Ол мені сол үшін жек көрді ме? Бірақ егер мәселе тек осы болса, неге ол? Ол шындықты білмеуі керек деді. Бұл жерде басқа нәрсе бар еді. Сол түні балалар ұйықтағаннан кейін Арманға қарадым. Ол теледидар көріп отырды. Мен: "Дина кім?" деп сұрадым. Ол бірден қатып қалды. Бөлмеде тыныштық орнады. "Саған кім айтты?" "Бұл маңызды емес." Ол теледидарды өшірді. Ұзақ уақыт үндемеді. Бұл өте ескі әңгіме.
Енем оны жақсы көрген бе? Ол басын изеді. Өте жақсы көрді. Ал сен ше? Ол тағы үнсіз қалды. Сосын жай ғана: біз үйленеміз деп ойлағанбыз деді. Бұл сөз менің ішімді ауыртты. Бірақ келесі сөзі одан да ауыр болды. Анам әлі күнге дейін оны ұмытқан жоқ. Сол сәтте мен көп нәрсені түсіне бастадым. Мүмкін мен ешқашан оның келіні болмаған шығармын. Мүмкін мен тек басқа біреудің орнын басқан адам болған шығармын. Бірақ әлі де бір сұрақ жауапсыз қалды. Егер бәрі осы болса, онда неге енем мені үйден қуып жібергісі келеді? Неге дәл қазір? Неге мен үшінші балама жүкті болған кезде? Келесі күні таңертең мен ас үйге шықтым. Енем үстелде шай ішіп отыр екен. Сен әлі кетпедің бе деді. Мен таң қалдым. Қайда кетемін? Өз үйіме. Бұл да менің үйім. Ол ашуланып кетті. Бұл менің үйім. Балалар қорқып қалды. Арман ас үйге жүгіріп кірді. Анашы болды. Бірақ енем тоқтамады. Ол бұл жерде қалмауы керек. Мен көз жасымда әрең ұстап тұрдым. Неге? Ол маған қарап қалды. Бірнеше секунд ештеңе айтпады. Сосын: өйткені сен шындықты білсең, өзің кетер едің деді. Бөлме бірден тынышталып қалды. Мен қатып қалдым. Арман орнынан тұрды. Анашы. Енем үндемеді. Мен: қандай шындық деп сұрадым. Ол жауап бермеді. Бөлмеден шығып кетті. Арман оның артынан кетті. Ал мен балалардың жанында жалғыз қалдым. Сол күні түстен кейін мен Арманмен сөйлестім. Анаң не туралы айтты? Ол бірден: ештеңе емес деді. Жоқ, бұл маңызды. Ол жай ғана ашулы. Арман, сен бір нәрсені жасырып жүрсің бе? Ол үндемеді. Мен оның көзіне қарадым. Бірінші рет ол менен көзін алып қашты. Сол сәтте мен қорқып кеттім. Өйткені менің күйеуім де бір нәрсені білетін сияқты еді. Ал сол түні күтпеген жағдай болды. Балаларды ұйықтатып жатқанда үлкен қызым маған: әже тағы жылады деді. Мен таң қалдым. Неге? Ол бір суретті ұстап отырды. Қандай сурет? Әкем мен басқа апайдың суреті. Менің жүрегім тағы да қатты соқты. Түнде бәрі ұйықтаған соң мен қонақ бөлмеге шықтым. Үстел үстінде бір ескі сурет жатты. Арман, Дина және енем. Үшеуі отбасы сияқты күліп тұр. Ал суреттің артында бір ғана сөйлем жазылыпты: біздің келініміз. Мен ұзақ уақыт суретке қарап отырдым. Сол кезде мен алғаш рет түсіндім. Енем мені ешқашан қабылдамаған. Өйткені оның келіні әлдеқашан басқа адам болып қойған. Бірақ сол сәтте мен әлі де ең қорқынышты шындықты білмейтін едім. Өйткені келесі күні көрші апай маған: сен Динаның кім екенін толық білмейсің деді. Көрші апайдың келесі сөзі менің өмірімді өзгертті. Дина бұл отбасынан өз еркімен кеткен жоқ. Келесі күні балаларды мектепке жібергеннен кейін көрші апай маған өзі келді. Ол әдеттегіден әлдеқайда үнсіз еді. Шай құйып бердім. Біраз уақыт ештеңе айтпады. Сосын маған қарап: сен Динаның өз еркімен кеткеніне сенесің бе деді. Мен иығымды көтердім. Білмеймін. Ол терең күрсінді. Мен ол кезде бәрін көргенмін. Менің жүрегім қатты соға бастады. Не болған? Ол біраз үнсіз қалды. Үйлену тойына 2 ай қалғанда Дина бұл үйге жылап келген. Неге? Ол енеңмен қатты ұрысқан. Мен таң қалдым. Неге ұрысқан? Оны ешкім нақты білмеді. Арман ше? Ол кезде жұмыста болған. Мен үндемей тыңдап отырдым. Сол күннен кейін Дина бұл үйге қайта келмеді. Ал Арман? Ол бірнеше рет іздеген. Тапты ма? Көрші басын шайқады. Жоқ. Бұл сөз мені таң қалдырды. Арман маған ешқашан мұндай нәрсе айтпаған. Кешке ол жұмыстан келгенде мен тағы сұрадым: Динамен не болды? Ол бірден үндемей қалды. Неге сен мұны қайта сұрай бересің? Өйткені бәрі бір нәрсені жасырып жүрген сияқты. Ол орнынан тұрды.
Бұл өткен нәрсе. Бірақ сенің анаң әлі де оны ұмытпаған. Ол ұзақ үнсіз тұрды. Сосын, Дина үйленуден бас тартты деді. Неге? Білмеймін. Бірақ оның көзі басқа нәрсені айтып тұрды. Мен оны бұрыннан танимын. Арман өтірік айтқанда көзімді тік қарамайтын. Дәл солай болды. Сол түні мен ұйықтай алмадым. Енемнің сөздері, көрші апайдың айтқандары, Динаның жоғалып кетуі, бәрі бір-бірімен байланысып тұрғандай. Келесі күні күтпеген жағдай болды. Мен кір жуып жатқанмын. Енемнің бөлмесінен дыбыс шықты. Ол біреумен телефонмен сөйлесіп отыр екен. Даусы дірілдеп тұрды. Мен оған ештеңе айтқан жоқпын. Біраз үнсіздік. Жоқ, ол әлі білмейді. Тағы үнсіздік. Сосын ол жай ғана. Егер ол бәрін білсе, Арманды да кешірмейді. Мен есіктің жанында қатып қалдым. Арманды. Неге Арманды? Бұл тек ене мен келін арасындағы мәселе емес екен. Бұл жерде күйеуім де бар. Сол күні кешке Арман жұмыстан кеш келді. Ол шаршаған сияқты көрінді. Мен оған қарадым. Бірнеше секунд үндемедім. Сосын, Арман, сен маған бір нәрсе айтпай жүрсің бе деп сұрадым. Ол маған ұзақ қарады. Жоқ, сен Динаны әлі жақсы көресің бе? Ол бірден жауап бермеді. Бұл үнсіздік маған жеткілікті болды. Мен бөлмеге кіріп кеттім. Сол түні көзімнен жас тоқтамады. Өйткені мен алғаш рет өзіме қорқынышты сұрақ қойдым. Егер Арман мені ешқашан сүймесе ше? Егер ол маған тек анасы қалағандықтан емес, басқа біреуден айырылғандықтан үйленсе ше? Бірнеше күннен кейін дәрігерге кезекті тексеруге бардым. 7 айлық жүктілік. Дәрігер бәрі жақсы екенін айтты. Бірақ үйге қайтып келгенде күтпеген нәрсе болды. Енем мені күтіп отыр екен. Ол маған ұзақ қарады. Сосын, бұл баладан кейін кетсең жақсы болады деді. Мен алғаш рет ашуландым. Неге? Ол көзімді тік қарап. Өйткені сен бұл үйде бақытты болмайсың. Ал сіз ше? Ол жауап бермеді. Сіз бақыттысыз ба? Оның көзіне жас келді. Бірақ ол бірден бұрылып кетті. Сол сәтте мен алғаш рет енемнің де ішінде үлкен ауыртпалық бар екенін сездім. Бірақ оның қандай ауыртпалық екенін әлі білмедім. Ал келесі күні мен күтпеген адамнан қоңырау алдым. Телефондағы әйел дауысы. Сіз айданасыз ба? Иә. Мен Динамын. Менің қолымнан телефон түсіп кете жаздады. Динаның бірінші айтқан сөзі. Сіздің енеңіз сізге шындықты ешқашан айтпайды. Мен телефонды қолымда ұстап қатып қалдым. Бірнеше секунд ештеңе айта алмадым. Сіз Динасыз ба? Әйел баяу ғана. Иә. Жүрегім қатты соғып кетті. Осы әйелдің аты соңғы бірнеше апта бойы менің өмірімнің бір бөлігіне айналған еді. Енем, Арман, көршілер, барлығы ол туралы айтатын. Бірақ мен оны ешқашан көрмегенмін. Сіз менің нөмірімді қайдан алдыңыз? Ол біраз үндемеді. Мені сіздің көршіңіз тапты. Мен орындыққа отырдым. Неге хабарластыңыз? Ол терең дем алды. Өйткені сіз менің орнымда өмір сүріп жатырсыз. Бұл сөзді естігенде денем түршігіп кетті. Біз келесі күні кездесуге келістік. Түні бойы ұйықтай алмадым. Арман ештеңе сезген жоқ. Енем де үндемеді. Ал мен өмірімді өзгертетін әңгімеге дайындалып жаттым. Келесі күні балаларды мектепке жіберіп, қаладағы кішкентай дәмханаға бардым. Дина терезе жанында отыр екен. Мен оны бірден таныдым. Өйткені мен оның суретін көрген едім. Ол шамамен 40 жаста. Жүзі сабырлы. Бірақ көзінде мұң бар еді. Мен қарсысына отырдым. Бірнеше секунд ешкім сөйлемеді. Сосын ол. Сізді көргенде өзімді 15 жыл бұрын көргендей болдым деді. Мен үндемедім. Енеңіз сізді жек көре ме? Мен басымды изедім. Ол ауыр күрсінді. Мені де жек көретін. Мен таң қалдым. Бірақ сізді келін еткісі келген жоқ па? Ол баяу күлімсіреді.
Барлығы солай ойлаған. Ал шындық қандай? Дина ұзақ үнсіз қалды. Сосын, сіздің енеңіз ешқашан ешкімді қабылдай алмайтын адам деді. Мен таңырқап қалдым. Бірақ ол сізді жақсы көрген. Жоқ, мен үндемедім. Басында жақсы көрген сияқты болды. Бірақ кейін бәрі өзгерді. Неге? Ол терезеге қарады. Өйткені ол арманды ешкіммен бөліскісі келмеді. Бұл сөз маған күтпегендей естілді. Не айтқыңыз келеді? Ол мені де қызғанатын. Мен алғаш рет енем туралы басқаша ойлай бастадым. Біз үйленуге дайындалдық. Бірақ соңғы айларда ол күн сайын араласа бастады. Қалай? Қоңырау шалады. Ұрысады, арманды маған қарсы қояды. Менің көз алдыма соңғы 7 жыл елестеді. Дәл осылай менің өмірімде де болған. Дина сөзін жалғастырды. Бір күні ол маған келді. Не деді? Ол көзін төмен түсірді. Арман сені сүймейді деді. Мен үнсіз қалдым. Ол тек анасына қарсы шықпау үшін сенімен жүр деді. Менің жүрегім ауырды. Сіз сендіңіз бе? Жоқ. Онда неге кеттіңіз? Дина ұзақ уақыт үндемеді. Сосын өте жай дауыспен. Өйткені мен жүкті едім. Мен тынысымды тоқтаттым. Не? Ол басын изеді. Мен арманнан жүкті болғамын. Менің көзім үлкейіп кетті. Арман білді ме? Жоқ. Мен бірнеше секунд сөйлей алмадым. Неге айтпадыңыз? Оның көзіне жас келді. Сіздің енеңіз маған айтты. Не айтты? Дина баяу жауап берді. Егер мен бұл баланы дүниеге әкелсем, арманның өмірін бұзамын деді. Менің қолым дірілдей бастады. Сосын не болды? Мен кетіп қалдым. Бала ше? Ол көзін жұмды. Мен оны жоғалттым. Бөлмеде ұзақ үнсіздік орнады. Мен демала алмай отырғандай болдым. Осы жылдар бойы енем Динаны жақсы көрді деп ойладым. Бірақ шындық мүлде басқа екен. Ол Динаны да жоғалтқан. Ал енді мені де жоғалтқысы келеді. Дина маған қарап. Сізге бір кеңес бере аламын ба деді. Мен басымды изедім. Өзіңізді жоғалтпаңыз. Арман ше? Ол біраз ойланды. Арман ешқашан анасына қарсы шыға алмады. Бұл сөз жүрегіме қатты тиді. Өйткені бұл шындық еді. Үйге қайтып келе жатқанда көзімнен жас тоқтамады. Мен күйеуіме ашуландым. Енеме ашуландым. Өзіме де ашуландым. Бірақ ең қорқынышты сұрақ әлі алда еді. Егер Арман шындықты білмесе, онда оған айту керек пе? Ал егер білсе, онда ол маған тағы не жасырды? Сол кеште үйге келгенімде енем мені есік алдында күтіп отыр екен. Ол маған қарап, сен Динамен кездесің бе деді. Мен қатып қалдым. Сіз қайдан білдіңіз? Ол баяу ғана. Ол қайта оралмауы керек еді. Сол түні мен енемнен Арман Динаның жүкті болғанын білді ме? Деп сұрадым. Бірақ оның жауабы мені шокқа түсірді. Сол түні мен ұзақ уақыт енемнің бөлмесінің алдында тұрдым. Ол терезеге қарап отырған. Мен ішке кірдім. Ол бұрылмады. Мен ақырын ғана. Арман Динаның жүкті болғанын білді ме деп сұрадым. Бөлме бірден тынышталып қалды. Енем бірнеше секунд ештеңе айтпады. Сосын өте жай дауыспен. Жоқ. Мен оған қарадым. Сіз айтпадыңыз ба? Ол көзін жұмды. Жоқ. Менің денем дірілдей бастады. Неге? Ол ұзақ үнсіз отырды. Сосын алғаш рет оның дауысында ашу емес, шаршау сезілді. Мен ұлымды жоғалтқым келмеді. Мен түсінбедім. Не дейсіз? Ол маған қарап. Барлық әйелдер ұлдарды аналарының қолынан алып кетеді деді. Бұл сөзден кейін мен бәрін түсіне бастадым. Бұл Дина туралы емес. Бұл мен туралы емес. Бұл оның ұлын ешкіммен бөлісе алмауы туралы еді. Ол жалғастырды. Арман әкесінен ерте айырылды. Мен оны жалғыз өсірдім. Бар өмірімді соған арнадым. Ал бір күні басқа әйел келіп оны алып кетеді. Мен үндемедім.
Алдымен Дина келді. Кейін сен келдің. Менің көзіме жас келді. Сол үшін мені жек көрдіңіз бе? Ол жауап бермеді. Бұл үнсіздік бәрінен ауыр еді. Сол түні мен Арманды күттім. Ол кеш келді. Үйге кірген кезде бірден менің көңіл күйімді байқады. Не болды? Мен оған қарадым. Дина жүкті болған. Ол қатып қалды. Бірнеше секунд бойы мүлдем қозғалмады. Не? Ол сенен жүкті болған. Ол маған сенбей қарады. Жоқ. Бұл шындық. Ол орындыққа отырып қалды. Қолдары дірілдеп тұрды. Ол маған ештеңе айтқан жоқ. Өйткені сенің анаң оған айтпауын өтінген. Арман маған ұзақ қарады. Сен не айтып тұрсың? Мен бәрін айтып бердім. Динамен кездесуді. Оның айтқандарын. Жоғалған баланы. Енемнің сөздерін. Арман ештеңе айтпады. Ол ұзақ уақыт үнсіз отырды. Сосын орнынан тұрып анасының бөлмесіне кірді. Мен есік сыртында тұрдым. Бірнеше минут ешқандай дыбыс шықпады. Сосын Арманның дауысы естілді. Бұл рас па? Үнсіздік. Анашым, бұл рас па? Бірнеше секундтан кейін енем жылай бастады. Мен оны бірінші рет жылағанын естідім. Арман бөлмеден шыққанда оның көзі қызарып кеткен еді. Ол маған қарады. Неге маған ешкім айтпаған? Мен жауап бере алмадым. Өйткені бұл сұраққа менде де жауап жоқ еді. Сол түні Арман ұйықтамады. Таңға дейін ас үйде отырды. Ал таңертең ол маған. Мен өмір бойы өзімді кінәлі сезінемін деді. Бірақ менің ішімде басқа сұрақ болды. Егер ол анасына ешқашан қарсы шықпаған болса, егер ол Динаны қорғай алмаса, онда ол мені қорғай ала ма? Сол күні түсте дәрігерге баруым керек болды. Арман менімен бірге барғысы келді. Бірақ мен бас тарттым. Өйткені бірінші рет мен жалғыз болғым келді. Үйге келгенде енем есік алдында отыр екен. Ол өте қартайып кеткендей көрінді. Көзі ісіп кеткен. Даусы әлсіз. Ол маған қарап, мен сенен кешірім сұрай алмаймын деді. Мен таң қалдым. Неге? Өйткені мен бәрін түзете алмаймын. Мен оның қасына отырдым. Бірнеше минут үндемедік. Сосын ол, бірақ мен сенің де өміріңді бұзғым келмейді деді. Бұл сөз мені қатты ойландырды. Өйткені дәл сол сәтте мен өзіме ең маңызды сұрақты қойдым. Мен бұл үйде қаламын ба? Әлде кетемін бе? Ал келесі күні Арман маған күтпеген ұсыныс жасады. Арман маған, біз бөлек шығайық. Тек сен, мен және балалар, деді. Бірақ бұл шешім тым кеш қабылданған болуы мүмкін еді. Келесі күні таңертең Арман маған қарапайым ғана сөз айтты. Біз бөлек шығайық. Мен үнсіз қалдым. Ол жалғастырды. Сен, мен және балалар, 7 жыл бойы мен осы сөздерді күттім. 7 жыл. Ал қазір оларды естігенде мен қуана алмадым. Неге дәл қазір деп сұрадым. Арман көзін төмен түсірді. Өйткені мен бәрін түсіндім. Жоқ. Ол маған қарады. Сен бәрін енді ғана білдің. Бөлмеде үнсіздік орнады. Өйткені бұл шындық еді. Ол анасының қандай адам екенін бұрыннан білетін. Ол менің қалай жылағанымды көрді. Ол біздің қанша рет ұрысқанымызды көрді. Бірақ ол ешқашан араласпады. Арман баяу ғана. Мен қорқатынмын. Неден? Анамды жалғыз қалдырудан. Мен оның көзіне қарадым. Ал мені жалғыз қалдырудан қорықпадың ба? Ол жауап бере алмады. Сол күні кешке енем бізді ас үйге шақырды. Біз үшеуміз үстел басында отырдық. Ол өте шаршаған көрінді. Бірнеше минут үнсіз отырды. Сосын Арманға қарап, сен кеткің келе ме деді. Арман алғаш рет батыл сөйледі. Иә. Енемнің көзіне жас келді. Мен сені жалғыз өсірдім. Білемін. Мен сен үшін бәрін жасадым. Білемін. Онда неге? Арман ұзақ үнсіз қалды. Сосын, өйткені мен өз балаларымды жоғалтқым келмейді. Бөлмеде тағы тыныштық орнады.
Мен енемнің жүзіне қарадым. Алғаш рет оның ашуын емес, қорқынышын көрдім. Ол шынымен жалғыз қалудан қорқатын. Мүмкін осы жылдар бойы ол ұлын емес, өзінің жалғыздығын ұстап қалған шығар. Келесі бірнеше күн бойы біз пәтер іздедік. Арман жұмыстан кейін хабарласатын. Балалар ештеңені түсінбейтін. Бірақ үлкен қызым бір күні: "Біз бөлек тұрамыз ба?" деп сұрады. Мен басымды изедім. "Әжеммен ұрысып қалдыңдар ма?" Мен жауап бере алмадым. Өйткені бұл тек ұрыс емес еді. Бұл көптеген жылдардың ауырлығы болатын. Көшу күні келгенде енем таңертең ерте оянды. Ол балаларға таңғы ас дайындады. Әдеттегіден көп сөйлемеді. Балалар жүгіріп жүрді. Ал біз қораптарды жинап жаттық. Мен бөлмеге кіргенімде енем терезе алдында тұр екен. Ол маған бұрылмады. "Сен мені кешіре алмайсың?" Бұл сұрақ емес еді. Мен біраз ойландым. "Қазір емес." Ол басын изеді. "Мен Динаны да жоғалттым. Сені де жоғалттым." Мен үндемедім. Өйткені ол дұрыс айтты. Бірақ оның ең үлкен қорқынышы енді орындалып жатқан еді. Арман қасына келді. "Анашым." Ол бұрылмады. "Мен сізді тастап кетпеймін." Енемнің көзіне жас келді. "Бірақ мен өз отбасыммен өмір сүруім керек." Сол сөзді естігенде менің де көзіме жас келді. Өйткені мен бұл сөздерді 7 жыл күткен едім. Көлікке отырған кезде балалар әжелерімен қоштасты. Енем қызымды құшақтады. Ұлымды сүйді. Ал маған жай ғана қарады. Сосын баяу ғана: "Балаң аман есен дүниеге келсін" деді. Бұл оның маған айтқан ең жылы сөзі болды. 7 жылдан кейін. Бірақ біздің тарихымыз әлі аяқталған жоқ еді. Өйткені жаңа үйге көшкеннен кейін Арман маған күтпеген бір нәрсе айтты. Сол түні Арман: "Мен саған тағы бір нәрсені айтуым керек" деді. Ал оның сөздері біздің екеміздің тағдырын шешетін еді. Жаңа пәтерге көшкеннен кейін бірінші түн өте тыныш өтті. Балалар өз бөлмелерінде ұйықтап қалды. Үйде тек мен және Арман қалдық. Бірнеше жыл бойы біз алғаш рет ешкімсіз отырдық. Енем жоқ. Ұрыс жоқ. Ескертулер жоқ. Бірақ тыныштықтың өзі ауыр еді. Арман ас үйде үнсіз отырды. Сосын маған қарап: "Мен саған тағы бір нәрсе айтуым керек" деді. Мен үндемедім. Соңғы апталарда тым көп шындық естідім. Ол терең дем алды. Мен Динаны ұзақ уақыт ұмыта алмадым. Бұл сөз жүрегімді ауыртты. Бірақ мен оған қарадым. Ол жалғастырды. Біз айырылғаннан кейін өзімді кінәлі сезіндім. Неге? Өйткені мен оны қорғай алмадым. Мен үнсіз тыңдап отырдым. Сосын сені кездестірдім. Ол маған қарады. "Сен маған қайта өмір сүруді үйреттің." Бірнеше секунд ештеңе айта алмадым. Бірақ мен тағы да қателестім. "Қалай?" Мен анама қарсы тұра алмадым. Оның көзіне жас келді. "Мен Арманды ешқашан бұлай көрмеген едім. Мен сені күн сайын жоғалтып жүргенімді түсінбедім." Бұл сөз менің ішімді ауыртты. Өйткені бұл шындық еді. Мен 7 жыл бойы жалғыз күрестім. Ал ол тек қарап тұрды. Мен оған: "Сен мені жақсы көресің бе?" деп сұрадым. Ол бірден жауап бермеді. Сосын: "Иә." Ал бұрын? Ол көзін төмен түсірді. "Иә." "Онда неге үндемедің?" Ол ұзақ үнсіз қалды. Өйткені мен әлсіз болдым. Бұл бірінші рет оның өз кінәсін мойындауы еді. Сол түні біз таңға дейін сөйлестік. 7 жыл ішінде алғаш рет. Ертеңіне дәрігерге бардым. Арман қасымда болды. Өтіс кезінде дәрігер күлімсіреп: "Бәрі жақсы." Мен көзіме жас алдым. Өйткені соңғы айларда бірінші рет өзімді тыныш сезіндім. Үйге қайтып келе жатқанда Арман қолымды ұстады. Бұл қарапайым нәрсе еді. Бірақ соңғы бірнеше жылда біз бір-бірімізден тым алыстап кеткенімізді сонда түсіндім. Бір аптадан кейін күтпеген жағдай болды. Енем бізге келді. Ол баяу жүріп кірді. Қолында кішкентай пакет бар. Балалар жүгіріп барып құшақтады. Ал ол маған жақындады.
Бірнеше секунд үндемеді. Сосын, бұл сенің балаңа деді. Пакетті аштым. Ішінде кішкентай сәбиге арналған көрпе болды. Өз қолымен тоқылған. Мен оған қарадым. Ол көзін төмен түсірді. Мен бұрын мұндай тоқитымын. Бөлмеде үнсіздік орнады. Сосын ол. Мен жақсы ене бола алмадым. Мен ештеңе айтпадым. Бірақ жақсы әже болғым келеді. Менің көзіме жас келді. Өйткені бұл кешірім сұрау емес еді. Бірақ бұл оның қолынан келген ең үлкен қадам болатын. Бірнеше айдан кейін мен ол баланы дүниеге әкелдім. Арман қасымда болды. Балалар қуанды. Ал енем ауруханаға келгенде үнсіз ғана баланы қолына алды. Ол ұзақ уақыт қарап отырды. Сосын өте жай дауыспен: «Кешір мені» деді. Мен оның көзіне қарадым. Бұл сөзді мен 7 жыл күткен едім. Бірақ сол сәтте мен ашу сезбедім. Тек шаршау мен тыныштық. Мен оған: «Өткенді өзгерте алмаймыз» дедім. Бірақ болашақты өзгерте аламыз. Ол жылады. Ал мен алғаш рет оны түсінгендей болдым. Ол жаман адам емес еді. Ол қорыққан адам еді. Жалғыз қалудан қорыққан. Ұлын жоғалтудан қорыққан. Бірақ сол қорқыныш көптеген адамдардың өмірін жаралады. Ал біздің тарихымыздың соңғы сабағын маған үлкен қызым айтты. Бір күні ол: «Әже қазір бізді жақсы көреді ғой» деді. Мен күлімсіредім. Иә. Неге бұрын ашулы болды? Мен біраз ойландым. Сосын: «Өйткені кейбір адамдар сүйген кезде қорқып кетеді» дедім. Кейде ене мен келіннің арасындағы соғыс екі әйелдің күресі емес. Кейде бұл жалғыздықтан қорыққан ананың күресі. Ал ең ауыр жараларды тек шындықпен уақыт қана емдей алады.